بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Бұл сабақта өткен сабақтан қалған сол өткен сабақтағы баптың бабу ман хаққақа таухида дахалал жанна сол баптың астындағы мәселелерді оқимыз иншаллах. Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахуллах айтады: фихи масаил, осы бапта бірнеше мәселелер бар. Айтады: ал-ула ма'рифату маратибин наси фи таухид. Адамдар таухидта бір түрлі болмайтын екені, бәлкім бірнеше түрде, дәрежеде болатын екенін білу. Себебі адамдардың төбеде хадисте келді, кейбір адамдар жаннатқа есепсіз, азапсыз кіре деген. Және сол сияқты сондай бір таухид иелері бар, есептеніп кіру мүмкін. Сол есептенген уақытта тозаққа кіру мүмкін, немесе кіремеу мүмкін. Амма есептенген уақытта ниқаш болатын болса, ниқаш дегені мынаны істедің ба, неге істедің дегендей сөз болатын болса, ол уақытта азаптану анық. Себеб Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ман нуқишал хисаба уззиб" дейді. "Ман нуқишал хисаба уззиб", кім-де-кім есептенген уақытында ниқаш қылынса, уззиба, азаптанады. Осы хадисті айтқанда Айша радиаллаху анха айтады Наби саллаллаху алейхи ва салламға: Аллах субханаху ва таала айтпады ма: "Фа амма ман утия китабаху бияминиhi фасауфа юхасабу хисабан ясира". Кімде-кім оның кітабы оң жағынан берілетін болса, оның есебі жеңіл есеп қылынады, содан кейін жаннатқа баруын айтылмады ма десе, бұл әшейін амалдарын көрсету оған дейді. "Иннама залика хуал ард" дейді. Ал-ард яғни амалдары оған көнделен қылынады. Мынандай істегенсің, кейбір хадисте келген сияқты: "Я абди, афаалта замба каза, афаалта замба каза", мынандай жұмысты істеп қойдың ғой, мынандай жұмысты істедің ғой дегендей бір көнделен қылады. Амма мынаны неге істедің десе, мынау инкар қылса, бұл қарсы шықса оған, соменен оған періштелер куә болады, жер куә болады, соған ұқсаған оның мүшелері куә болады. Бұл туралы аяттар, хадистер келген. Ол уақытта ол таухид иесі болса да азаптанады. Сол үшін таухид, бұл кісі айтып тұрған бап, ол не ол? Мәселе біріншісі, ол адамдар таухидті бірнеше дәрежеде болады деген. Солардың ішінден сондай бір толық дәреже иелерінен бар екен, 70 мың осы үмбеттен олар жаннатқа осы таухидтері өте күшті болғаннан есепсіз, азапсыз жаннатқа кіреді деген. Енді кейінгі мәселе осын толықтайды. Ат-тания деп отыр: ма ма'на тахқиқи. Сол таухид дедік. Сол таухидті толықтатқан және ақиқатына жеткен адам жаннатқа есепсіз, азапсыз кіреді. Ол дегені таухид, ла илаха иллаллах деп айта беру ма, немесе басқа мағына ма десе, кеше айттық. Ол тахқиқ таухид дегені, ол тахлисуху мин шауаиби ширки вал бидаи вал мааси дедік. Ол адам өзін жүрегіні да, мүшелерінің амалдарын бәрін ширктен және бид'аттан және бүткіл мағсияттар, күналардан тазалау дегені ол тахқиқ.
со менен осындай бір дәрежеде болатын болса, ол 70 мыңға кіреді. Және сол дәлелет қылады, бұл 70 мың үмбеттің ішіне салатын болсақ, ол аз өте. Сол үшін момын пенде жағдай барынша сол таухидты тахқиқ қылу үшін осы тахқиқтың мағынасын түсініп, сахабалар амал қылған сияқты амал қылу керек. Со менен Аллах субханаху ва таалаға әрбір пенде дуа қылып сұрау керек. Осы 70 мыңның бірінен қылуын Аллах субханаху ва тааладан сұраймыз. Бізді де солардың ішінен екенін, солардың бірі болуымызын нәсіп етуін Алладан сұраймыз. Ат-талиса деватыр, үшінші мәселе, ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. Аллах субханаху ва таала осы бапта келтірген аятта «Инна Ибрахима кана умматан қанитан лиллахи ханифа ва лам якун минал мушрикин» деген аятта Ибрахим алейхиссалату вассаламды мақтады. Бірақ сол мақталған белгілерінің ең жақсысы ол кісі мушриктерден болмаған. Бәлкім ширк бір жақта болса, Ибрахим алейхиссалату вассалам басқа бір жақта болғандай сипаттайды Аллах субханаху ва таала. Бұл дәлелет қылады, кімде-кім өзін Ибрахим алейхиссалату вассаламға өзін нисбатын берсе, яғни соларданмын десе де, бірақ ол ширк істей беретін болса, ол Ибрахимдан емес. Себебі Алла айтып отыр, «Валам яку минал мушрикин». Ол мушриктардан болған жоқ. А сендер Аллаға серік қоспасыңдар ғой деген мағынада бұл Ибрахим алейхиссалату вассаламды ақиқатта үлкен таухидтың үстінде болған екеніне сол мағынада мақтап жатыр. Ар-рабиа, бұл баптағы төртінші мәселе, ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. Тура Ибрахим алейхиссалату вассаламға мақтаған, сол кісіні мақтағаны сияқты, осы адамдардың арасындағы әулиелер болған кісілер бар, олар мақталған сипаттарының ең үлкені ширктен сәлемет болғаны. Себебі бапта аят келді, «Валлазина хум бираббихим ла юшрикун». Олар сондай пенделер, олар Аллаға серік қоспайды деп айтылды. Бірақ бұл аяттан бұрын бұл пенделерді мақталған біраз аяттар келген. «Инналлазина хум мин хашияти раббихим мушфиқун». Олар Аллах субханаху ва тааладан қорқып, Алланың азабынан қорққан болады. «Валлазина хум би аяти раббихим юъминун». Олар Алланың аяттарына иман келтіреді. «Валлазина хум би раббихим ла юшрикун». Олар Аллах субханаху ва таалаға серік қоспайды. Соның аяттың ақырында «Улаика юсари'уна фил хайрати ва хум лаха сабиқун». Олар жақсылықты істеген уақытта бір-бірлерінен өзіп істейді деген мағынада мақталған. Бұл ақиқатта әулиелердің сипаттары осылар. Алланың әулиелері кім десе, Ахлус сунна вал жамағат есебінде өз негіз әулиелер бар ма десе, иә бар әулиелер. Кереметтері бола ма десе, иә олардың да кереметтері болады. Бірақ әулие болу үшін мынандай дәрежедегі адам болу керек деген әр түрлі адамдар өздері ойымен ойлап тапқан сипаттары болу шарт емес. Бәлкім қажетте емес оған. Яғни
Сол сипаттардың бірі, мысал, адамдар айтады, өз негіз тегі дұрыс болу керек, аталары сондай адамдардан болып өткен болу керек, немесе өзінде керемет болу керек, немесе соған ұқсаған әртүрлі өздері сипаттарын алып келеді. Жоқ, Құр'анда ондай нәрсе жоқ. Құр'анда айтылған нәрсе: Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун аллазина аману ва кану яттақун дейді. Ала инна аулия Аллах, мән беріңдер деп жатыр. Алланың әулиелері ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Оларға қорқынышта болмайды қияметте. Ва ла хум яхзанун. Олар қапада болмайды. Ешкім оларды қапа қылып қоймайды. Аллах субханаху ва таала оларды разы қылады. Олар Алладан риза болады. Радияллаху анхум ва раду анху. Олардың белгісі не десе: аллазина аману ва кану яттақун. Аллазина аману ва кану яттақун. Аллаға иман келтіріп, соменен тақуада болған. Аллазина аману ва кану яттақун. Енді бол дәлел қылады, бір адам иманда болса, және тақуада болса, тақуаның мағынасын төбеде айттық, ол жақсылықты істеп, жамандықтан нәпсін тосқан адам, тоқтатқан адам, ол тақуа. Аллазина аману ва кану яттақун болса, болды. Иманда болып, тақуада болатын болса, ман кана лиллахи муъминан ва тақиян кана лаху валия дейді. Кімде-кім Аллаға момын болып, содан кейін тақуада болатын болса, ол Алланың уәлиі болады, әулие болады ол. Сол әулиелердің сипаттарының ең үлкендерінің бірі ширктен сәлемет болғаны. Енді кейбір адамдар, әулие деп ойлайтын адамдар, ширкке дауат қылса, ол қандай әулие болады деген ол? Пір дейді мысал, ол қалай пір болады деген ол? Пір деген өзі бидат сөз өзі. Әулие деген мағынада істетеді оны. Ол егер өзіне тәубе етуге шақырса, мен себепті Аллаға тәубе етесіңдер, Аллаға көтерілетін болсаңдар, мен жақтан көтерілесіңдер, мен тәубелерімді көтерсем, Аллаға тәубелерің қабыл болады, кіммен бірге Аллаға дуа қылатын болса, оның дуасы қабыл болады. Соған ұқсаған сөздер, болардың барлығы ең азы кіші ширк болмаса үлкен ширкке жететін сөздер. Алла менен пенделердің арасына араласып жатыр. Аллах субханаху ва таала айтады: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб." Егер пенделерім Наби саллаллаху алейхи ва саллам араға тұсалмайды, Алла өзі айтып жатыр: егер мені пенделерім мен туралы сенен сұрайтын болса, оларға айт: "Фа инни қариб." Мен оларға жақынмын деп жатыр. "Фа инни қариб." Уджибу даъватад-да. Кімде-кім Аллаға дуа қылса, ол тәубе қылама, жақсылықтан сұрайма, жамандықтан сақтанудың сұрайма, жаннаттың жақсылығы, екі дүниенің жақсылығы, амандығы, бала-шаға не сұрайтын болса, "Фа инни қариб." Мен оған жақынмын деп жатыр. Уджибу даъватад-да. Кім дауат қылатын болса, мен оның дуа қылатын болса, ол дуасын қабылдаймын деп жатыр. "Фалиястаджибули ва лиюъмину би." Олар менің айтқанымды істесін, және маған иман келтірсін. Осы шарт. Аллаға иман келтіріп туралықта болсын. Осы тақуа, осы әулиелік. Аллазина аману ва кану яттақун. Осы Алланың бұйырғанын істеп, қайтарғанынан қайтып, оның басында иманмен болатын болса, Алла субханаху ва таала айтып жатыр: "Мен олардың дуасын қабылдаймын" деп жатыр. Ешкім Алла менен пенденің арасына түсе алмайды. Енді осындай сөздерді айтып тұрған адамдар, Алла субханаху ва таала әулиелердің ішінен
осы улуктан өткен, бір құрметтеп өткен адамдарды сипаттағанда валлазина хум бираббихим ла юшрикун, олар сондай адамдар Раббилеріне серік қоспайды деп жатыр. Солар, олардың сипаты ширктен сәлемет болған. Сол үшін қайбір адам қанша бір өзін әулиелік немесе бір мәртебе иесі деп айтса да, осы менен Аллах субханаху ва таалаға иманы не ширк араласса, немесе бидат араласса, немесе маъсият араласатын болса, не иманында кемшілік бар, немесе тақуасында кемшілік болатын болса, оны адамдар қанша көтерсе де ол ешқашан әулие болмайды. Аллах субханаху ва таала Құр'анда әулие кім екенін және олардың сипаттары қандай екенін мына аяттарда айтып қойған. Ал-хамиса, 5-ші мәселе бапта кауну таркир руқияти вал кайи мин тахқиқ ат-таухид. Момынның кейбір жағдайларда руқия, яғни бағанағы біреуден руқия талап етуді, және кай біреуден сол жарасын отпен күйдіріп беруді талап етуді тастауы, ол таухидтың күштілігінен, таухидтың ақиқатына жеткенінен демекші. Бірақ төбеде айттық, соменен бірге руқия талап етсе, немесе біреуден ем талап етсе болады. Бірақ талап етпей, өзі Аллаға дуа еткені, Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне сүйеніп қалғаны жақсы. Тур сол сияқты кейбір ғалымдар айтады, егер шіли қорқынышты қажет болмайтын болса, әрбір бәледе врачтарға жүгіре бермеген дұрыс. Кейбір адамдар бар, бағана кеше және айтқанбыз соны, азғантай басы ауырып қалса да врачқа жүгіріп барады, немесе аптекеге, докторға, врач сондай жұмыстарды істейді, бірақ өзіне бір рет ем салып, Аллах субханаху ва таалаға дуа қылып, сәждеде дуа қылып, немесе басқа бір уақытта дуа қылып, өзі ем салып, немесе бала шағасында азғантай ауырып қалса, бірден врачқа жүгіртіріп дәрі іздегеннен көре, бірінші болып Аллаға дуа қылу керек. Соменен болмаса, содан кейін басқа себептерді көреді. Тек қана егер ол ауру сондай ауру, мысал кейбір аурулар бар, бірден барып емделмесе, ол көбінесе ондай аурулар одан да жаман ауруға көшуі себептері бар, немесе ақыры өлімге себеп болатын аурулар бар. Бұл уақытта дұрыс Аллаға дуа қылу керек, бірақ бірден себебін алу керек. Себеп өзінің сондай бір қатерлі ауруда екенін біліп тұрып емделмесе, ол соменен қайтыс болып кететін болса, Алла сақтасын, кейбір ғалымдар айтады, өзін өлтіргендердің есебіне кіріп қалуы мүмкін. Аллах субханаху ва таала айтады: "Вала тaqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Ей пенделер, сендер өздеріңді өздерің өлтірмеңдер. Аллах субханаху ва таала сендерге мейірімді ғой дейді. Сендерге мейірімді ғой. Неге сендерге берген осы аманатты болған өмірді соған қиянат жасап өткіздіңдер, қадырына жетпедіңдер деген мағынада Аллах субханаху ва таала пенделеріне мейірімді екенін білдіріп айтып жатыр. Сол үшін бұндай жағдайларда ол дұрыс Аллаға дуа етуменен және бірден емделуге әрекет қылу керек. Сондай аурулар бар, бағанағы бас ауру немесе соған ұқсаған, оған бірден анаған мынаған жүгіре бермей, жағдай барынша Аллах субханаху ва таала сол 70 мыңның ішінен болу үшін Алланың жалғыз өзіне дуа қылуға әрекет қылу керек. Ас-садиса, 6-ші мәселе каунул жам'i ли тилкал хисали хуа ат-таваккулу. Каунул жам'i ли тилкал хисал хуа ат-таваккул. Төбеде айтылған сипаттарды, дәрежелерді жинап беретін мағына ол тәуекел қылу, Аллаға тәуекел ету.
Ол не? Аллаға тәуекел ету. Себеп Аллах Наби саллаллаху алейхи ва саллам хум ла ястарқун ва ла яктавун ва ла ятатайярун ва аля раббихим ятаваккалун. Олар руқия талап етпейді, татайюр қылмайды, соменен ақырында олар жалғыз ва аля раббихим, яғни жалғыз Аллаға ғана тәуекел қылады деп төбедегі мағананың барлығын жинап тұрған нәрсе, бірақ мағана ол не? Момынның тек қана Алланың жалғыз өзіне сүйенетін екені. Бүткіл жақсылық жамандығын барлығын Аллаға тапсыратын екені. Не жақсылық болатын болса Алладан, не жамандық болатын болса ол Алладан екенін, және ол ла хаула ва ла қуата илля билла, қай бір жақсылық өзіне келтіруге, немесе өзінен бір жамандықты кеткізуге қадыр емес, тек қана Алланың күшімен болатын екеніне негіз қалбынан, жүрегінен иман келтірген. Бұл ақиқатта тәуекел, Аллаға ғана сүйену, Аллаға ғана тәуекел ету төбедегі мағаналардың барлығын не жинайды. Бірақ және бір рет айтамыз, ол тәуекел дегені адам себептерді алмайды емес. Бәлкім Аллах субханаху ва таалаға сол аурудан емделудің, дуа қылуының өзі де себеп, руқия қылудың өзі де себеп. Соған ұқсаған момын адам білу керек, тәуекел дегені ол себепсіз жата беру деген емес. Бәлкім тәуекел ол Аллаға себепті алады да, себепті істейді да, соменен Аллаға сүйенеді, себептің нәтижесіне жетуге. السابعة جتنش مسألة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. صحابة رضي الله عنهم دardın solarda bolgan bilimdin öte bir terеңдігі деп atır. Sebebi olar осы 70.000 adam есепсіз, азапсыз жаннатқа кірулері ол тек қана амал менен екенін білді деп atır. Не үшін, қайдан алдық бұны? Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллам солар 70.000 үменің үмбетім деп айтып кіріп кеткенінде үйіне сахабалар іздеген уақыты, іздеген сипаттарını қараңыздар. Ол пайғамбар алейхиссалату вассалам баласы ма екен, Абу Бакрдың баласы ма екен, немесе Умардың баласы ма екен, бір әулиелі адамдардың, құрметтілердің ұрпағындан ма екен, немесе сайттардан мекен деген әңгімені іздеген жоқ олар. Немесе бір байлардың баласы мекен, ондай нәрсені іздеген жоқ. Олар іздеген нәрселер амалдар болды. Не ол амал? Ең бірінші сахабалар мекен. Наби саллаллаху алейхи ва салламға ең бірінші Меккеде тұрған уақытында, өте бір қиыншылық уақытында Наби саллаллаху алейхи ва салламға иман келтіріп, соменен әрбір жақсылық, жамандықты бәрін Наби саллаллаху алейхи ва салламмен серіктікте болған үлкен сахабалар мекен амалдары менен. Немесе осы өмірде мұсылман болып туылып, мұсылман әке-шешесінен туылып, соменен исламда ешбір өмірі исламда болып, өмірінің басында ешбір ширкке жолықпаған, тек қана жақсы амал менен өткен адамдар мекен. Қараңыздар, сахабалар сондай бір 70.000 бар екен да, Алла нәсіп ететін адамдар екен да, енді ол бөлекше адамдар екен де деп жүрген жоқ олар. Бәлкім олар іздеген нәрсесі қай амал екен, олар білетін, оларды жаннатқа кіргізетін, осы дәрежеге көтерген нәрсесі істеген амалдары екеніне бұлардың білімі болған сол мәселеге. Әс-сәмина 8-ші мәселе хирсухум алал хайр. Наби саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларының және бір пәзілеті, олар жақсылыққа аш болған, жақсылықты іздейтін, қайда болса орындайтын дәрежеде. Себеп олар бағанағы Наби саллаллаху алейхи ва саллам үйге кіріп кеткеннен кейін ізденді ғой. Әрбірі өзі солардан бірі болатын екен үміт етіп, олардан болу үшін олардың сипаты қандай екен, солардың сипатын біліп солардан бірі болсам екен деген мағанада олар ізденген сол үшін.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. Осы үмбеттің пәзілеті дәрежесі ол بالكمية санақпенен және кайфия олардың сипаты. Al-каммия дегені яғни санағы Наби саллаллаху алейхи ва саллам төбедегі хадисте үлкен бір қараны көрдім, сөйтсем ол жамағат адамдар, сонымен Мусаның қауымы екен. Және басқа жерде одан да үлкен қараны көрдім, жамағат үлкен көбірек адамды көрдім, ол менің үмбетім екен, мынау сенің үмбетің деп айтты. Бұл дәлел қылады, Наби саллаллаху алейхи ва салламның үмбеті ең көп, о кісі үмбеті ең көп болған пайғамбар. Және бұның себебінде Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Тазавважул вадудал валуд фа инни мукаthirun бикумул умам" дейді. Тазавважул вадудал валуд. Сендер үйленген уақыттарыңда күйеуіне жағымды болған, сүйікті болған және көп бала туатын әйелдерге үйленіңдер дейді. Фа инни мукаthirun бикумул умам. Мен сендер себепті басқа үмбеттерден көбірек болған, үмбеті көп болған пайғамбар боламын деген бағанада хадис айтады. Және кайфиясы, олардың сифаты бар. Тек қана көптігі емес, олардың сифаты бағанағы 70 мың истирқа қылмайтын, руқия талап етпейтін, кәуи қылмайтын, Алланың жалғыз өзіне ірім жасамайтын, және Алланың жалғыз өзіне тәуекел ететін адамдар. Ал-Ашира 10-ші мәселе фадилату асхаби Муса алейхиссалату вассаламның асхабтарында фазилеті себеп, оларда көп себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллам Муса және оның үмбеттерін көріп, өзінің үмбеті деп ойлап қалады көптігінен. Бұл ақиқатта Муса алейхиссалату вассаламның үмбетінде о кісіге ергескен адамдардың көптігіне дәлел қылады. Al-Hadi Ashara 11-ші Ардул Умами алейхиссалату вассалам ва хада лаху Ардул Умами алейхиссалату вассалам. Наби саллаллаху алейхи ва салламға үмбеттерді көнденің қылулары, яғни Наби саллаллаху алейхи ва салламға Аллаху алам бол үмбеттердің о кісіге көрсетілгені Исрада болуы мүмкін. Ибн Хаджар рахимахуллах айтқан сияқты, Исрада, яғни аспанға көтерілген уақытта болуы, бұны Шейх ибн Таймия рахимахуллах айтады, бұның көнденің қылының екі пайдасы бар. Солардың бірі Наби саллаллаху алейхи ва салламды көңілін көтеру. Себебі ол үмбеттер Наби саллаллаху алейхи ва салламға бүткіл үмбеттер адамдар көрсетілген уақытта солардың ішінде бір сондай пайғамбарлар бар, бір екеу үмбеті. Сондай пайғамбарлар бар, оның артында еш бір үмбет жоқ. Яғни ол дегені сондай пайғамбарлар өтті ғой. Жоқ дегенде сенде одан көбірек үмбет бар ғой қазір деп Наби саллаллаху алейхи ва салламды сол жүріп тұрған жолында жалғастыруын және артында адамдар аз екенменен алданып қалмауы үшін, көңілін көтеру үшін тәслия дейді оны. Бірінші файда бол. Екінші файдасы Наби саллаллаху алейхи ва салламдың қандай бір дәрежелі, бір үлкен пәзілет иесі болған пайғамбар екенін білдіріп қою. Ат-тани ашар 12-ші мәселе анна кулла умматин тухшар вахдаха ма'a набийиха. Бұл хадис дәлел қылады, әрбір үмбет өзінің пайғамбарыменен Алланың алдында жиналады. Хашр, махшарда қайттан тіріліп жиналған уақытта әрбір үмбет өзінің пайғамбарыменен келеді. Ат-талиса ашара 13-ші мәселе қиллату мен истажаба лил-анбия. Қиллату мен истажаба лил-анбия. Пайғамбарларға олардың дағуатын қабылдаған адамдардың аздығы. Себеп төбеде айтылғандай, бір пайғамбарлар бар, оған бір-екі адам ергескен, басқа бір пайғамбарлар бар, оның артында ешбір үмбеті жоқ. Ар-раби ашара анна ман лам юджибху ахадун яти вахдаху. Енді кімде-кім оған, қай бір пайғамбар оған ешкім жауап бермесе, ешкім айтқанын қабылдамаса, ол жалғыз өзі келеді. Бірақ бұл жалғыз өзі келген оған зиян жете ме? Зиян бола ма? Жоқ. Себеп ол пайғамбарлар өздері
Алла жагынан буйрулган, мойындарына қойылған аманатты орындады. Одан кейін Аллах субханаху ва тааланың алдына келді. Оны қабылдамағандарды Аллах субханаху ва таала сол пайғамбарлардың куәлігімен есептейді. Амма олардың қабылдамауы нәтижесі өздеріне зиян, пайғамбарға ешқандай зияны жоқ. Бәлкім төбеде неше рет айттық, әрбір дағват қылып тұрған адам осы пайғамбарлардан бір үлгі алу керек. Себеп пайғамбардың ең бірінші істейтін жұмысы, оның мойнына қойған, мойнындағы ең бірінші парызы ол адамдарға Аллах субханаху ва тааланың құжатын жеткізу, дәлелін жеткізу. Сол, одан кейін адамдар қабылдаса, алхамдулиллах, қабылдамаса, Аллаху акбар. Ал-хамиса ашара, 15-ші мәселе, самарату хадал илм ва хуа адамул иғтидар бил касра ва адамул зухди фил қилла. Бұл да және бір үлкен пайдалардан, бір бұл мәліметтің берген бір жемісі деп атыр. Ол не? Көптікпенен алданбау керек, аздықтан бет бұрмау керек. Яғни көптік сені алдап та қоймау керек. Аздық, аз екен ғой деп, ол жақсылықты қадырына жетпей бет бұруда керек жоқ. Өзі негіз көптік ешқашан мақталмаған. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Walakin aksarun nasi la ya'lamun, walakin aksarun nasi la yashkurun." Адамдардың көбі білмейді, адамдардың көбі шүкір қылмайды деген сөздерді айтқан. Және аятта айтады: "Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Жердегі көп адамдарға егер мойынсынатын болсаң, олар сені Алланың жолынан адастырады дейді. Амма аздық мақталған. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Менің пенделерімнің өте аздары Аллаға шүкір қылады деп кемдік мақталған. Бұл дәлел қылады, адам көптікпенен алданбау керек, аздықпенен жақсылықтан бет бұрмау керек. Төбеде асарда айттық, әлекетке жолығып тұрғандардың көбі сені алдап қоймасын. Әлекеттен сәлемет болып атқан адамдардың аздығы сені жақсылықтан тосып қоймасын. Сол үшін ғалымда сәләф салихтың бірі айтады: "Лайсал ажабу мимман халака кайфа халак, валакиннал ажаба мимман наджа кайфа наджа." Әлекет таң қалатын мәселе, әлекетке жолығып адасқан адамның қалай адасқаны емес дейді. Себеп адасудылар жүргендер көп. Allah айтып отыр: "Валакин аксарун наси ла яшкурун ла я'ламун" деп. Бұл таңғалатын нәрсе емес. "Валакиннал ажаба мимман наджа кайфа наджа." Таңғалатын нәрсе, сәлемет қалған адам, осы ширк бидаттардан сәлемет болған адам, солардан құтылып қалған адам қалай сәлемет болды екен? Себеп бұл аздық әркімге нәсіп ете бермейтін нәрсе. Сол үшін кімде кім таухидтің негізін білсе, сүннеттің негізін білсе, Аллах субханаху ва таалаға көп мақтау айту керек. Және Аллаға дуа қылу керек, сол кем болған адамдардан қылсын. Және екінші мәселе бұл жерде, ол не ол? Адам Аллах субханаху ва тааланың дініне шағырып тұрған уақытта көптікпенен алданып қалмау керек. Ақиқатта сен ақиқи дінге шағырып тұрсын. Бірақ адамдардың көптігі саған еріп тұрған немесе тыңдап тұрған адамдар көп болғандығы үшін мен тура жолда екенмін деп алданып қалмау керек. Бәлкім бұл уақытта да бағанағы таухид керек, бізге ихлас керек. Аллах субханаху ва тааланың дініне шағыру, бұл бір адам болса да, 10 адам болса да, ол өзгермеу керек. Солай кете беру керек. Бірақ адам таухидті, сүннетті тыңдап тұрған адамдар көбейсе қуанады. Бірақ оны амалыны өзгертпеу керек. Сол сияқты азайып кетсе, оның даваты азайып кету керек емес. Себебі ол Алла үшін дават қылып жатыр ғой. Адамдар көбірек тыңдаса, көбірек әрекет.
аздак тыңдаса азыраак аракет. Бул акыйкатта таухидтин күчсүздүгүнөн болады бул адамдагы. Сол үчүн адам эч качан көптүкпен де аздыкпен де алданбау керек. Ас-садиса ашара 16-нчы маселе ар-рухсату фир-руqyati мил-айни вал-хума. Руqya сол көз тийгенде және баганагы бирнеке сол улы айвандар шаккан вакытта содан руqya кылып дем салып Кур'ан сүннетте сабыт болган руqyаны истеуге рухсат берилгени себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла руqya илля мин айнин ау хума" dedi. Ас-саби ашара 17-нчы маселе унқу илми салаф. لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. Salaf salihtin bilimlerinin öte bir terеңдігі ол қайдан олардың сол бағанағы Саид ибн Жубайр рахимахулла айтты ғой: "Қад ахсана ман интаха иля ма сами". Өзі білген нәрсесіне тоқтаған адам өте бір сұлу жұмыс істепті, жақсы жұмыс істепті. Себеп бұл ақиқатта адам білгеніне амал қылып, білмегенін білгендерден сұрап істеуі бұл ақиқатта негіз үлкен пәзілет. Бірақ мына төбедегі хадиспенен келешекте екінші хадис Абдурахман Хусайн Абдурахман менен Саид ибн Жубайрдың айтқан хадисінің екеуі бір-біріне тез келетін жері жоқ. Себебі анау руqyаны мынау көз тигеннен бағанағы улы айвандар шаққаннан руqya көбірек пайдалы екен туралы болатын болса, кейінгі хадис бұны талап ету, біреуден талап ету жақсы емес екен туралы. Ва илля барлығы шариғатта айтылған, және бір адам осы руqyаларды біреуден талап етсе, өзі негіз рұқсат, бірақ тасталғаны абзал. Негіз бұл хадистердің арасында ешқандай бір-біріне қарсы келетін жоқ. Ас-самин ашара 18-нчы мәселе бу'ду салафи ан мадхи ал-инсани бима лайса фи. Салафи салихтың бір үлкен бір сипаты, олар өздерінде болмаған нәрседе адамдарды мақтауынан ұзақ болған олар. Яғни өзінде жоқ нәрсені бар қылып көрсетуден ұзақ болған. Өзі тақуа емес, тақуалы қылып көрсету, өзі бай емес, бай қылып көрсету, өзі күшті емес, күшті қылып көрсету, өзі ораза емес, ораза қылып көрсету, соған ұқсаған. Төбеде айтты: "Ал-муташабби' бима лам ю'та калабиси саубайзур". Мұнафықтардың сифаты ол не? Өздерінде жоқ нәрсені бар қылып көрсету адамдардың арасында. Бірақ кейбір уақыттарда ғалымдар айтады осы мәселеде, адамдар оны қадырына жетпей жатса, кейбір уақыттарда өзінің пәзілетін айтып қойса болады, бірақ бұл ардайым емес. Кейбір уақыттарда қажеті болған уақытта тура Ибн Аббас радияллаху анху, Омар ибн Хаттаб радияллаху анху мен бірге болған жағдайды өзі риуаят қылып айтады. Бағанағы Ибн Аббас радияллаху анху айтады: Омар радияллаху анху бүткіл бір мәселені шешуге Бәдірде, Ухудта және солдай үлкен соғыстарда қатысқан сахабалар менен жиналыста отырса, Ибн Аббасты да бірге алып кіретін. Сонда олардың кейбіреулері айтатын: біздің балдарымыз және нөберелерімізбен тең біреуді алып кіреді осы біздің отырысымызға десе, Умар радияллаху анху сонда Ибн Аббасты бекерден бекер алып жүрген емес екенін білдіріп қою үшін сахабалардан сұрайды: "Иза жаа насруллахи вал фатх ва раайтан наса ядхулуна фи диниллахи афважа" деген сүре. Сол сүре не үшін түскен, бұл ненің хабары еді десе, сахабалардан сұрайды. Сол жерде отырыста болған сахабалардан. Сонда сахабалар айтады: яғни адамдар иманға келетін болса, Аллаға мақтау айт, соменен күнәңге кешірім сұрау, анау мынау дегенде әркім өзінің ойын айтса, Ибн Аббас сен не деп айтасың деп сұрайды Ибн Аббастан.
Sonda İbn Abbas radıyallahu anhu aytadı, bol ayat, bol süre Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ölümünün kabari edi dese, Umar radıyallahu anhu aytadı, men sen bilgen narsedен басқа eşteki bilmeyim deydi. Осы жерде Umar ibn Hattab radıyallahu anhu İbn Abbas'ın qanday bir үлкен дәрежеде bilimde екенін, себебі Nabi sallallahu aleyhi ve sellem оған дуа қылады, Allahumma allimhu faqihhu fid-din ve allimhu at-ta'wil. Ey Allah, bunu bol şariatта bilimdi qıl, және оған Kur'an'dың аяттарын, тәуилін, тәфсирін үйрет деп дуа қылады. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem дуасын Allah қабыл етіп, осы үмбеттің үлкен бір имамы болды, радıyallahu anhu арда. Осы риwayatты İbn Abbas'тың өзі айтып беріп жатыр. Мақтану үшін емес бұл. Біріншіден аманатты орындау, екіншіден кейбір уақыттарда осындай бір дәрежені білдіріп қою мүмкін. Бірақ бұл ардайым емес, және бір айтамыз не? Кейбір уақыттарда негіз адам негізге қайтатын болсақ, бұндай сөздерден өзі адам ұзақ болу керек. Кейбір қажетті болған уақытта сөйлесе болады, ва илля негіз адамдарды риясына немесе сумасына алып баратын нәрседен салаф салих ұзақ болған. Және бұл жерде және бір мәселе бар. Ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах, Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың өзінің пәзілеті бар осы жерде. Не ол? Бізге тәрбие беріп жатқан уақытында төбеде айтты, көрдіңіздер қалай сахабалардың пәзілеті, салаф салихтың пәзілеті деп, солардың дәрежесіне, солардың біліміне, солардың сипаттарына бізді байлап жатыр. Соларға қатысты қылып жатыр. Не үшін? Біз иманымызда да, амалымызда да, елде болған әрекетімізде де барлығы жағдай барынша сахабаларға, табииндерге, айыммаларға ұқсау, солардан үлгі алып өміріміз солай болуын бізге үйретіп жатыр, рахимахулlah. Ат-таси ашар 19 мәселе, қаулуху анта минхум аламун мин а'ламин нубува. Укаша радıyallahu anhu мені сол 70 мыңнан бірі болуымды Алладан сұраңыз дегенде, бір риwаяттарда анта минхум, сен олардансың деп айтады. Бұл пайғамбарлық белгілерінің бірі. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллям осы орында Укашаны жаннат иелерінен екенін хабарын берді. Бұл сөзсіз не? Тек қана пайғамбарлар бұндай нәрсені хабар беру мүмкін. Ол Аллах субханаху ва таала жағынан болған вахимен болады. Al-Ishrun 20-ші мәселе, фадилату Укаша. Укаша радıyallahu anhu'ның бір пәзілетті сифаттары. Ол не? Аллах субханаху ва таала о кісіге Наби саллаллаху алейхи ва саллям тілінде жаннаттан екенін хабар берілуі. Al-Hadiyatu wal-Ishrun istihmalul ma'arid. Кейбір уақыттарда мa'арид дегені, яғни адамдарға бір сөзді айтып, сен өзің бір мағананы қаст қылып, олар басқа бір мағананы қаст қылатын, түсінетін сөздерді істету рұқсат екені шариғатта. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям Укаша радıyallahu anhu'дан кейін бағанағы біреу сұрағанда, сабақака биха Укаша, Укаша сенден өзіп қойды деген сөзді істетті да, соменен бағанағы сен олардан емессің. Мүмкін бағанағы кейбір ғалымдар айтқан сияқты, бұл мұнафықтардан болған болуы мүмкін. Бағанағы сұраған адам сен мұнафықсың деп айтпай, сен олардан емессің деп айтпай, сол мағанаға жақынырақ сеннен Укаша өзіп қойды деген сөзді істету. Бұл сырттан сен бір сөзді айтасың, бірақ адамдар басқа бір сөзді айтады. Бұған мысалды келтіретін болсақ, кейбір жағдайларда бұл сыртқы көрінісінен бұл ақиқатта өтірік айтудан сәлемет болуға істетіледі. Бұл Наби саллаллаху алейхи ва саллям менен Абу Бакр Меккеден Мединеге сапар қылып шыққан уақытта, хижрат қылып шыққан уақытта, жолда адамдар Абу Бакрды танитын, Наби саллаллаху алейхи ва саллямды танымайтын. Сонда Абу Бакрдан бұл адам кім десе, хади яхдини сабил дейді. Жол басшаушы мені жолға бастап жатыр деп айтады. Абу Бакрдың қасты мені тура жолға бастаушы деп айтып жатыр. Олар не деп түсінді? Олар бір жол шөлде кетіп жатыр, сапарда жол көрсететін
баганагы сахарада жүрүүдү, жолдарды қалай билетін адам екен бол деп түсінді. Абу Бакр бір сөзді айтты, бір нәңкені қаст қылып, мақсаты бір басқа бір нәрсе еді. Естіп тұрған адамдар басқа бір сөзді, басқа бір мағынаны түсінді. Соменен Абу Бакр өтірікте айтқан жоқ. Соменен өтіріктен де сәлемет болды. Кейбір уақыттарда осындай сөздерді қажет болғанда істеп тұруы мүмкін. Ат-тани вал 22-ші мәселе хусну хулуқихи саллаллаху алейхи ва саллам. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның хулуқ мінезі өте бір көркем, әдемі екен. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллам бағанағы адамға сен олардан емессің деп айтса, ол ақиқатта қапа болып қалуы мүмкін, немесе соған бір көңіліне жамандық түсіріп қою мүмкін. Соменен сұлу сөзбенен арттағы болған, келешекте болатын кейбір нәтижелердің жамандыққа алып барып қою мүмкін болған нәтижелерді осы екі ауыз сөзбен тоқтатып қойды алейхиссалату вассалам. Себеп Аллах субханаху ва таала айтады: "Ва иннака ла ала хулуқин азим", сіз өте бір үлкен бір хулуқтың үстіндесіз деп Алла өзі мақтайды. Және Айша радиаллаху анха айтады: "Кана хулуқухул Qur'an", Наби саллаллаху алейхи ва саллам мінезі Құр'ан болған еді дейді. Бұл сөзсіз үлкен осы баптағы фавайдтардың бірі. Соменен бұл баптың мәселелерін бітірдік. Кейінгі сабақты келешекте ал-хауфу минаш ширк, ширктен қорқу туралы баппенен жалғастырамыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.